Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жием шашамыз. Жаңа тақырып бойынша өтетін жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Торғай, воробей, жием шашу, давать корм, ұя жасау, делать скворечник. Оқылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма 32-ші бет. Мәтінді оқы. Мен торғайларға ұя жасаймын. Саша да ұя жасайды. Біз ұяны жоғары ілеміз. Біз құстарға жем шашамыз, су береміз. Құстар жанды табиғатқа жатады. Біз табиғатты қорғаймыз. Оқылым тапсырмасына байланысты дескрипторға назар аударайық. Мәтінді оқиды 2 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды 3 балл. Жазылым тапсырмасы 4-ші тапсырма 32-ші бет. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Күз келді. Мен қарлығашты жақсы көремін. Анна құстарға жем берді. Мен ұя жасадым. Жазылым тапсырмасына байланысты дескрипторға назар аударайық. Сөздерді көшіріп жазады 3 ұпай, сөйлемдерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.